Саламатсыңдар ма? Отырайынсыз. Математика сұрағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тақтада көмек деген. Надира оқып Математиктерде екі айнымалысы бар, теңдеулер жүйелері арқылы шығады. Өте жақсы. Енді қараймыз. Сабақ мақсаты сында қандай болады? Қалай ойлайсыздар болады? Кім айтады? Екі айнымалысы бар, сызықтық теңдеулер жүйесін шығару. Құрып? Мәтінді есептер шығару. Өте жақсы. Қандай тақырып? Қандай сандарды қарастырды өткен сабақта? Екі айнымалы. Екі таңбалы сандарды қарастырдық, сосын тағы үш таңбалы сандарды қарастырдық. Солармен біз мәтінді есептерді шығардық. Сонда екі таңбалы санды қалай жазамыз? Кім айтып береді? Тақтаға жазамыз ба? Екі таңбалы санды біз былай жазамыз. Үлкен әріппен жазамыз ба? Әрине. Кішкентай әріппен жазамыз, бірақ міндетті ретте жоғарыда сызып қоямыз. Мирас болған жоқсыз сабақта. Енді осы санды теңдеу құрғанда біз оны жіктеуін жазамыз. Түсінікті. Егер балалар сендерге мәтін есепте екі таңбалы сан орны мен цифрлары ауыстырылып тұр десе, қалай жазамыз? Сонда бірінші мына түрде жаза қояйықшы, қалай жазамыз мына түрде? БА деп жазамыз, бар жазу. Асхат бой белсенді қатысып жатыр. Жарайсың? Орнымен ауыстырсақ, онда болады БА. Сонда жіктелу кішкене басқаша болады. Қалай болады? Тең. Мына түрде жазсақ, 10. Б қосу А болады. Түсінікті ме? Жақсы. Енді сонда бүгін мына мақсатқа тағы екінші мақсат қосылады. Надира оқып жер мақсатты екінші. А, Б тең 10А қосу Б, А, Б, С тең 100А қосу 10Б қосу С жазуларын қолдану. Жазуларын есеп шығаруда қолдану. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Түсінікті ме? Жақсы. Айырмасы екі санның айырмасы 4-ке тең. Қандай теңдеу құрасың? Екі санның айырмасы 4-ке тең деген. Кім айтты теңдеу? Ларай, қатырақ. Өте жақсы. Айырмасы дегенде бізде болады азайту. Екіншіні оқы, Әбілмансыр. Қандай теңдеу болады? Ерді дұрыс. Өте жақсы. Үшінші есепті оқимыз. Оқыңдар. Кім жауап береді? Екі дәптермен 3 қарындашқа 580 теңге төленді. 2х қосу 3, y тең 580. 580, мирас. Жақсы. Төртінші есепті оқыңдар. Кім оқиды? Haydi, yok esepti. 4 boşluğun yerine uzunluğuna 4 işaretken. Qanday belgi bo'ladi? 4x Тең y. Өте жақсы. 4x тең y. Есе көбейтеміз. Ары қарай есепті. X Қосу y тең 23. Солай қоюға болады. Жақсы. Үшінші ары қарай Алина оқыш. Не істейміз? X қосу y-ді қатырақ. Қалай? Жылдамдық тең сағатқа болды ма? Не істейміз? Көбейтеміз. Сонда болады. Мына жерде 7 сағат асқа қарсы болса, X азайту y көбейту 7. Көбейту 7. Енді сендерде жазылып тұр, сонша қашықтыққа барады деп. Арасында қандай таң бар? Тең. Тең. Сонда түгел теңдеуді айта қойыңдаршы.
X қосу Y көбейту 4 жарым, тең X азайту Y көбейту 7. Көбейту 7. Сондай теңдеу болады. Өте жақсы. Әлі нөлге көмешкесі да? Екеуі өте. Жақсы. Енді мәтінді теңдеулер жүйесі арқылы есепті шешу үшін топқа айналыңдаршы. Бірінші топ, екінші топ. Мына қағаздардың үстіне жапсырып қоясыңдар, ана кесте қағаздарды реттен. Қараңдар, қалай кесіңдер. Бірінші қадам қайсы болды? Бірінші қадам. Да, абыжансы дұрыс. Бірінші топ бітірдік па? Бұл шапалақтаймыз, бітірдік. Екінші топ, сендерге. Бітті ма? Шапалақтаймыз. Өте жақсы. Тапсырманы бітірдік. Енді тақтаға не қоямыз барып? Балалар, енді жұмыстарын тексереміз. Қараңдаршы, бірдей ма, айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы бар. Қараймыз, ойланамыз. Не қате ете ойлайсыңдар? Екінші топ. Мойындайсыңдар. Сендерге қателік, себебі бірінші теңдеуді шешу керек, одан кейін ғана жауап жазу. Жақсы. Так, енді балалар. Ендігі тапсырма, тағы сендерге екінші жұмыс топпен мәтінді есептер шығару. Қараймыз, мәтінді есептерді шығару үшін бізге керек дескриптор. Енді дескрипторды өздерінің жұмыстарына қарап, дескриптор құрып ұстайық. Сонда ең бірінші не істейміз? Қайталап жүрейік. Теңдеулер жүйесін шешуден бастаймыз ба? Ең бірінші қадам айнымалар енгізу. Ең бірінші болады. Әрі қарай. Бір теңдеуді құру. Екінші, үшінші қадам. Өте жақсы олары. Әрі қарай. Кім айтады? Теңдеулерді жүйеге біріктіру. Әрі қарай болады? Шешу, и соңғысында қысқаша айтамыз. Есептің жауабын жазу. Балалар, мына жерде мен сендерге дескриптор іліп қоямын. Тақтаған, осы дескрипторды қолданып, есептер шығарасыңдар. Есептер тақтада бір теңге таңдап аламыз. Екінші топқа қалды еншіміз. Жақсы. Бұлай айналып, топпен жұмыс шығара қоямыз. Сендерге есептер парақта жазылы тұр. Сендер мәтін көре аласыңдар. Ал сендер осы есепте бірге жабыл шығара қоясыңдар. Тақтада да тұр, парақта да тұр. Дескриптор көрді ме? Дескрипторды оқып отырасыңдар да, жазып отырасыңдар. Фломастермен жазуға болады. Әлде үшін қалатын жазу. Бастаңдар болады, бастаңдар. Так, бірінші топ бітірді, екінші топ бітірді. Кім тақтаға барып түсіндіру? Асфальт бар. Жеті санның қосындысы елу сегізге тең. Бірінші сан екінші саннан беске артық. Осы сандарды табыңыз. Сегізге артық. Бірінші сан ол X. Жақсы. Белгіле.
Екінші топ қарап отырамыз, қазір бағалаймыз. Екі санау қосылса 58-ке. Жақсы. Ағай, Теңге неге барамыз? Жақсы. Ағай, арқалай. Бірінші сан екінші саннан 8-ге артық. Сонда x -y 8. жақсы. Алмастырып өтеміз. Алмастырып тәсілін шығармайды. Жақсы. X-ті өрнектейміз. Не шықты асқаттай? Шықты x, ой, 8, x-тен 8 қосу y. Енді Енді алмастыру тәсілінен істейміз. жақсы. Оның орнына қоямыз 8 қосу y. Тең. Айналысы барса жоқ, айналысы жоқ. Елді бөлеміз екіге. Y-тен 25-ке. Сонда Y-тің орнына бұл жерге қоямыз 25-ті. X-тен 34. Жауабы. X-тен 3. Y-тен 25. Жақсы. Отырамыз. Так, екінші топ. Десилитрға қарап бағалаймыз. Бірінші десилитрді. Цифрларының қосындысы 9-ға тең. Жақсы. Бастаймыз есепті шығарымды. Екідан болсаң, бізде АБ және С сұраймыз. Ал орындарын ауыстырсақ, БА шығады. Жақсы. Болады. 10Б қосу А. Жақсы. Енді қарап отырамыз, қазір бағалаймыз. Бізде бірінші сан ол А, екінші сан Б. Екінші цифр. Екінші цифр Б. Олардың қосындысы 9-ға тең. Жақсы. Екінші цифр. Егер оның цифрларын орындарын ауыстырсақ, алғашқы саннан 63-ге кем сан шығады. Жақсы. Не істейміз? Жақшаның ішінде жақша ашылады. 10 А қосу Б. 63-те анықтық дегенде ол бізде салыстыру азайту. Азайту. 10 Б қосу А. Жақсы. Тең Тең 63. 63. Teraz тізілік. Не Жақшалар істейміз? ашылады. Жақсы.
істеп жатсың Мирас? Сосын айналаларды ұқсас айналаларды біріктіріп жатырмын. Біріктіреміз. Он А азайту А тоғыз А болады. Жақсы. Және Б азайту О Б минус тоғыз Б. Жақсы. Тең? 63. Вертикалсыз қоямыз. Қоямыз, білеміз 9-ға. А азайту Б Тең? тең 7. Енді? А Б тең 7. Жені қоямыз. Жені қоямыз. Сосын қосу тәсілімен шығарамыз. Жақсы. Б плюс Б және минус Б жойылады. 2 А тең 16. Вертикалсыз қоямыз, білеміз 2-ге. А тең 8. А тең 8. Жақсы. Сосын 8 қосу Б тең 9. Б тең 9. Бірге жасы қалың. 8. Б тең? Б тең 9 азайту 8. Б тең 1. Да, А, Б шығар. А, Б. Бастадым. Айналаларды дұрыс белгіледі. Жақсы. Первыдан баста. Бірінші теңдеу дұрыс қойған ба, қате ме? Ай? Тоғыз жауап. Бірінші теңдеу. Аленұр, ай. Қатырақ. Көзге жаттығу істейміз. Қараймыз. Көзге жаттығу істейміз, отырыңдар. Көздерді жоғарыға төменге көтереміз. Жоғарыға бірінші, сосын төменге, тағы жоғарыға, тағы төменге, тезірегіңдер. Так, енді екінші жаттығу. Оң жаққа, сол жаққа жылжытамыз көздерімізді. Бастарымыз қозғамаймыз. Бастаңдар. Оң жаққа, сол жаққа, ағарай оң жаққа, ағарай сол жаққа. Енді сендерде жейді ғой. Дым білмес, бірінші рет сыныпта қыздардың мұрындарын және ұлдардың құлақтарын сынағанда барлығы 41 болды. Дым білмес екінші рет сыныпта қыздардың құлақтарын, ал ұлдардың мұрындарын сынағанда 43 болды. Сыныпта неше қыз, неше ұл бар? Дәптер ашамыз. Қорытынды жасаймыз. Сендерге тақтада, парақтар сендерге кеспе қағаздар тақтада жатыр. Бояйсыңдар. Бірінші сендерге бағанда сабақ қызық, қызықсыз, ден жаулық басым болды. Екінші мен сабақта жұмыс істедім, демалдым, басқаларға көмектестім. Әр бағанда бір-бірін алып бояйсыңдар. Фломастерлер партада бар. Бір-бір фломастер алыңдар, бояңдар. Әрқайсысын өздерін туралы жазасыңдар. Сабақ бәріне қызық болды. Жақсы жұмыс істедіңдер, бір-біріңе көмектестіңдер. Сабақ бәріне түсінікті болды. Өте жақсы.
Сонымен сабақты аяқтаймыз. Өте жақсы жұмыс істеді бізде. Мирас, Асхат өте жақсы. Жақсы Надира, Алинур, Лара. Қатысты сабаққа Әбілмансұр мен Темірлан. Енді кішкене белсенді қатысуға тырысу керек. Сонымен сабаққа рахмет. Сау болыңыздар.